Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын ватрушки жасаймыз, яғни творог пен булочки жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен қамырын елейміз. Електен өткізген ұнымызды алып, үстінен дрожж және де дәміне қарай шым-шым тұз, содан соң қантын саламыз. Қыздар, сіздер ұнның үстіне су құймай, судың үстіне бөліп ұнды құйып отырып елесеңіздер де болады. Кімге қалай ыңғайлы, өзіңіздің ыңғайыңызбен елей бересіз. Тұзды, қантты салып болғаннан соң барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Және де үстінен бір жұмыртқаны, содан соң жылы сүтімізді және де ерітіліп тұрған сары майымызды құйып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр елейміз. Қамырымызды жақсылап ең қандырып жұмсақ етіп илеп алғаннан соң бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Әзірге біз салмасын дайындайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға творогты және де сметананы, жұмыртқаны, содан соң қалауыңызша қант және де шым-шым тұз, содан соң кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымызда көтерілді. Осылайша ашып көтерілген қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Біздің қамырымыз аз ғана болғандықтан үлкен ыдыста көтерілгені білінбей тұр. Сол үшін кішірек ыдысқа елесеңіздер, биік болып көтеріліп шығады. Осылайша барлығын бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Мен 50 граммнан алдым барлығын. Мен кішірек етіп жасаймын. Егер де үлкендеу етіп, арасына творогын көбірек салам десеңіздер, грамын үлкенірек етіп жасаңыздар. Өйткені 50 граммен кішкентай ғана ватрушкилар шығады. Немесе көз мөлшерімен барлығын бөліп шықсаңыздар да болады. Осылайша барлығын бөліктерге бөліп, және де жасап жатқан кезде бетін міндетті түрде жауып отырамыз, немесе ол кеуіп қалады. Осылайша дайын болған бөліктерімізді табамызға салып, бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды осылайша стаканның немесе кесенің көмегімен үстерін басып шығамыз. Біз ол басқан жерлерге жаңағы творожный массамызды салатын боламыз. Қыздар, осы жерде қамырды үлкенірек етіп алсаңыздар, басқан кезде ортасы үлкен болады да, сонда творогты көбірек саласыздар. Ал егер де осылай кішірек жасасаңыздар, творогты аздан саласыздар, өйткені ол салатын жері кішкентай болып қалады. Жаңағы дайындап қойған творожный массамызды алып, барлық қамырлардың үстіне құйып шығамыз. Қыздар, қатты көп салмаймыз, өйткені сыртына ағып кетеді. Осылайша барлығына жеткілікті етіп, өзінің мөлшерімен жаңағы стаканмен бөлген жерге ғана құйып шығамыз. Дайын болған ватрушкиларымыздың жанына, қамырына, яғни жұмыртқамызды жағып шығамыз, және де міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің ватрушкиларымыз дайын болды. Осылай қызарып, өте әдемі және де көтеріліп шығады. Ватрушкидің өзінің ерекше дәмі болады. Өздеріңіз білетіндей, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық керекті рецепттерді описание бөлімінде мөлшерімен қалдыратын боламын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Қыздар, осылайша жұмсақ, нәзік, өте дәмді болып шығады. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ұстаған оразаңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.